Құрметті көрермендер, көпшілігінде мынандай сұрақтар туындауы мүмкін. Мысалы үшін Свайым ходын өз қаражатымен Мекке қаласына келетін болса, Меккеден Мединаға немесе Меккеден Жидда қаласына қалай барамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Мысалы үшін сіздерге ең тиімді жолдарын айтайын. Мекке қаласының мысалы үшін автовокзал орталығы бар. Кудай деп айтылады. Автобустарда ол жақтан жүреді. Мысалы үшін такси, қонақ үймен баратын болсаңыз, қымбат вариантын айтайын. Сол жерден сразу жалдауға да болады. Мысалы үшін 300-400 реал алады салон. Ал ендеше арзан вариант сол Кудайға барып такси жалдап, мысалы үшін 20 реал болуы мүмкін. Сол жерден сөйлесуіңізге байланысты, қонақ үйлеріңіздің жайласуларына байланысты сол жерге барған билет алып 70-65-ке автобусқа баруға болады Медина қаласына. Ендеше сіздерге ең бір тиімді жолын айтайын. Мединаға қарай бару үшін, немесе Меккеден Мединаға бару үшін сіздерге ориентировка айтайын. Ол Меккенің артқы жақтары сағат бар, сағат. Кейін Хилтон бар, қонақ үй танымал Жабал Омар Хилтон деген. Соның жанына келсеңіздер, осы жерде Мединаның таксилері бар. Арт жақта Мединаның такси сұрасаңыз бір. Ал енді жолдың ар бетінде мынандай Hyundai Старик ұқсас машиналар тұрады. Осы жерде Жиддаға қарай 25 реал, өте арзан. Жақсылар сөйлесетін болсаңыз 50 реалмен де Медина қалаларына жетіп алуға болады. Міне ориентировка Анжум деген отел бар. Осы жерден былай қарай шығып кететін жаңағы автобустар, тегін автобустар бар. Қонақ үймен тегін автобусқа келесіз да, мына жерде 2 ракат намазыңыз Аль-Харамда оқып аласыз да. Ориентировка осы сағаттың жанына, ат жағына келсеңіз, өзі Медина деп тұрады. Ең арзан вариант, тиімді вариант осы. Жиддаға баратын болсаңыз, жолдың ар бетін өтесіз да, отырып жетіп ала бересіз. 20-25 реал.